Ясмина. Ясмина бұл тартымды және әдеттен тыс әйел есімі. Тікелей ыстық елдерден шыққан. Атаудың шығу тегі жұмбақ шығыс әйелдерінің бейнелерінен шабыттанған парсыдан басталады. Бастапқыда бұл атау мұсылман елдерінде кеңінен танымал болды, бірақ оның түсіндірмесі жасмин. Араб, мұсылман және парсы мәдениеттерінің кеңінен таралғанына қарамастан, қазір Европада қыздарға ясмин есімі жиі қойылуда. Араб тілінен аударғанда бұл атау жасмин гүлі немесе жұмақ гүлі сияқты мағынаға ие болады. Тағы бір нұсқасы бар, астарлы мағынада ақырында көкке түсетін қыз, Құдайдың сүйі. Басқаша айтқанда, мұсылман мәдениеті бұл ежелгі парсы есімінің иесін талғампаз, сиқырлы және хош иісті гүлмен анықтайды. Ясмина бала кезінде көңілді және оның келесі минутта не істейтінін, қыздың ата-анасын қоспағанда айналадағылардың барлығына тосын сый болады. Ол бір сәтте ойнақы, сүйкімді болады. Ясмина тыныш адам емес, бірақ өмір бойы көңілді және өмірді сүйетін болады. Ол ешқашан өзін ренжітуге жол бермейді. Жасөспірім шақта қыз өзінің жан дүниесінде жанып тұрған құмарлықты тежеуге мәжбүр болады. Күш пен романтика үнемі бір-біріне қарсы тұрады. Табысқа жету және танымал болу іс-әрекеттерін қалағанына жете алады. Ясмин алдына қойған мақсаты 100%-бен оған жете алады. Есім ерік-жігер ғана емес, амбициясы да бар. Ясмина балалық шағында болжау мүмкін емес болса да, болашақта махаббат істерінде одан күтпеген әрекеттерді күтуге болмайды. Ясмин денсаулық қарым-қатынасы дәл сондай нәзік. Ол іс жүзінде ешқандай физикалық ауруды кездестірмейді, бірақ жиі ауырады. Ол еңбекқор, ел шаруасындағы әйел, қамқор ана, жақсы ел. Бірақ темперамент пен немесе нәзіктік оның болмауы мүмкін. Адина есімі. Иран тілінен Адина. Бірінші әдеміленген, безенген, екіншісі жұма күні, аптаның 5-ші күні туған балаға қойылатын есім. Бұл есім синонимінің Адина. Адина есімінің қазақша мағынасы қасиетті күн, арабшадан аудармасы және ақылды, көрікті болсын деген мағынаға да ие бұл есім.